Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа өте дәмді вареники асының жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Бұл асты барлығы біледі, бірақ өзім қалай дайындаймын, сол жолмен бөліскім келді. Ең бірінші картопты тазалап, турап, ыдысқа салғаннан кейін тұз қосып, суық су құйып, немесе қайнаған су құйсаңыздар да болады, отқа қоямыз. Яғни картоп толығымен пісу керек. Піскеннен кейін суын төгіп тастаймыз және езетін боламыз. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға суық, тұзды суды қосып қамырлейміз. Қамырды орташа етіп елеңіздер, қатты жұмсақ болып кетпесін және өте қатты болып кетпегені дұрыс. Қанша ұн қосылғаны, қанша ингредиенттер қосылғаны туралы толық ақпаратты осы видеоның астына жазамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Қамыр тынуы үшін жақсылап елеп шетке алып қоямыз. Салафанға салып қойсаңыздар болады, немесе ыдыстың бетін жауып қойсаңыздар да болады. Мен бетін жауып, ыдыстың шетке алып қоямын. 10-15 минут жеткілікті. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пиязды ұсақтап тураймыз. Барлық пиязды турағаннан кейін табаға сүйкмай құйып, сүйкмай қызғаннан кейін осы пиязды жақсылап қуырамыз. Жоғарғы отқа қойдым мен, сол кезде тез қуырылады. Мен жақсылап сарғайғанша пиязды қуырғаннан кейін осы пиязды жаңағы біздің піскен картопқа қосамыз. Яғни мен картоптың суын төгіп тастадым. Картоп толығымен пісті. Қуырылған пиязды қосып жақсылап еземін. Міндетті түрде дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар және тағы да басқа приправа қоссаңыздар болады өз қалауларыңыз бойынша. Жақсылап картопты еземіз. Енді вареники дайындауды бастаймыз. Қамыр тынды, 15 минут тұрды. Ортасында мен тағы да бір рет илеп қойдым, жұмсарды. Енді қамырды бөліп, бөліктерге тағы да бөлемін. Бұл асты әркім әртүрлі жасайды. Қамырды оқтаумен жайып, біркелкі формамен кесіп алса да болады. Бірақ мен кішкентайымнан анаммен осы жолмен дайындаймын. Яғни бөліктерге бөліп, ұн сеуіп, содан кейін бір-бірлеп оқтаумен жаямын. Маған осы жол ыңғайлы, сондықтан осы жолын көрсетіп жатырмын. Осы YouTube каналымда 7-сіне 2 рет жаңа рецептпен бөлісемін. Сондықтан видеоның астында подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Болашақта түрлі қызықты, пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Енді барлық қажетті мөлшерде қамырды жайғаннан кейін салмасын салып, вареникиді жасаймыз. Барлық вареникиді біркелкі етіп жасадым. Енді қайнаған суға дәміне қарай тұз қосып, сол қайнап тұрған тұзды суға вареникиді салып пісіріп аламыз. Яғни егер қамыр жұқа болса, бір қайнағаннан кейін вареникиді пісіріп алсаңыздар болады. Себебі ішіндегі салмасы картоп піскен. Ал егер қамыры қалыңдау болса, онда қайнағаннан кейін тағы да 2-3 минут қайнатып пісіріп алыңыздар. Бұл вареникиді жасап болғаннан кейін мұздатқышқа салып қатырып қоюға да болады. Яғни өзіңізге керекті уақытта мұздатқыштан алып дайындай бересіздер. Егер сізге осы рецепт пайдалы болса, көмектессе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және видеоның астына лайк басып, комментарий жазсаңыз болады. Вареники дайын, баршаңызға ас болсын.